Сәлем достар. Ал достар, бүгінгі челленджіміз мына алдарыңызда тұрған тәттілердің дәмін ажырату болып табылады. Қатысып отырған менің қыздарым Иша, Медина және Исмаил. Ал достар, дайын болсақ, бастайық. Бастаймыз ба, Иша? Иә. Бастаймыз ба, Медина? Исмаил, бастаймыз ба? Онда бастайық достар, кетеміз. Ал достар, мына екеуден жаңағы тәттілердің барлығын алдымызға бөліп қойып қойдық. Қазір енді осыларды бастап беремін. Ал көзімізді жабамыз. Ешкімді көрмейді ма? Иә, ештеме. Еще жап көзімді. Жаптым. Жаптың ба? СМР қояды. Еще? Алдыңа қойдым. Еще? Көзіңді ашпа көзіңді. Қолыңды бер маған. Мынау. Медина, мынау. Жеп, жақсылап. Дәмін айтасың ба қазір? Қандай M&M'стің түрі екен? Бұл екі түрлі M&M'с. Қазір мен айтып дегенді айтамын. Көз ашпаймыз. Еще қолыңды бер. Медина, қолыңды бер. Дәмін айтуың керек қой. Он сарек. Жемейсің ба? Нет. Бұны жемейсің ба? Бұл қандай M&M'с еще? Бұл желтый ма, черный ма? Жаңа берген черный ма, желтый ма? Черный. Бірінші берген черный ма? Екіншісі қандай? Екінші берген қандай? Все, можно я? Я поняла уже. Медина, жедің ба, дәм білдің ба? Ал көзімізді ашамыз. Первый черный, второй это желтый. Да. Я мастер. Медина, сенікі? Черный, желтый. Черный, желтый. Сен қайсыны жедің жаңа? Исмаил, қайсыны жедің жаңа сен? Вкусный. Мынаны жедің? Ой, молодец. Все, Ал благодарю. достар, Можно, да? бірінші тәттіде 3 баламда атауын нақты тауып алды. Қай M&M'с жегендерін. Енді M&M'сті біз өте жиі жейміз, сол себепті білеміз. Ал келесі біз достар қандай мармеладтың түрін анықтайтын боламыз. Міне қараңдар. Бұл біреуі фрутелла, екіншісі ями гами. Ал көзімізді жабамыз. Вкусный. Көзімізді жабамыз. Ашпаймыз көзімізді. Ашпаймыз. Исмаил, қолыңда кел. Қолыңда кел. Бар. Медина. Көзімізді ашпаймыз. Мне нравится вообще. Көзімізді ашпаймыз. Исмаил. Вообще не нравится. Айша, қойдым алдыңа. Медина, алдыңда. Айша, қойдым алдыңа. Нет, я уже... Исмаил, екінші түрі, Исмаил, жоқ, көзіңді ашпа. Я поняла. Так, көзімізді ашамыз. Бірінші Тұра тұр. Исмаил, қайсыны жедің сен? Бірінші, қайсыны жедің? Мынаны жедің ба? Сосын мынаны жедің ба? Сен. У меня тоже там, мне вот этот не понравился, вот этот больше Жоқ, понравился. сен қайсыны жедің жаңа бірінші? Мынау бірінші, мынау екінші. Мынау бірінші, мынау екінші. Дұрыс достар, фрутелла. Негізі біз Исмаил үнемі супермаркетке барған сайын осындай фрутелла, мамба, харибо дегендер бар, мармеладтың түрлері. Сосын чупа-чупсында соңғы кезде мармелад шықты, ол өте қышқылдау. Соны үнемі алып жүреміз біз. Мармелад біздің Исмаилдың ең сүйікті тәттісі. Так, достар, біз келесі тәттімізге көшеміз енді. Көзімізді жабамыз. Еще көзімді. Көзімізді жабамыз. Жақсы жабылды ма? Жақсы Ол жабылды ма? маған жақсы. Каликоптер. Ең қазір, достар, чипсы да ашамын.
чипсиді ашамыз. Кім қандай чипси жеді? Анықтау керек болады. Алдарыңа қойдым. Исмаил? Қойдым. Жегенді. Дәмін жақсылап алып алыңдар. Қандай чипсы жегендерін. Исмаил, алдыңа екінші чипсиді қойдым. Видимо, алдыңа екінші чипсиді қойдым. Поняла. Я поняла. Так, көзімізді ашамыз. Көзімізді ашамыз. Бірінші нау, екінші нау. Я думаю так. Исмаил, сен қалай ойлайсың? Бірінші қайсыны жедің сен жаңа? Бірінші мынаны жедің ба? Ну, я видела. Екінші мынаны жедің ба? Сен сен? Бірінші нау, екінші нау. Так, достар, Енді басқасын тауырым. үш баламды чипсіді туры тапты. Бірінші мына сленгті бердім. Екінші мына лейсті бердім. Екеуінде нақты тапты. Сленг. Папа, ты забыл вот это. Жоқ, оны жедік қой, бағана көрдік қой. Ал достар, біз Көзім жабамыз. келесі тәттімізге көшеміз. Келесі тәтті демнен мына екі плиточный шоколад деген. Давайте көзім. Көзімізді жұмамыз. Мен уже көзім. Дайынбыз ба? Дайынбыз ғой да? Ал, кеттік. Ольга басқасын ба? Еще алдыңа қойдым шоколад. Видимо, қойдым. Дәмін жақсылап алып алыңдар. Көзді ашпаймыз әлі. Көзімізді ашпаймыз. Достар, бізде Исмаил балам айтпақшы ішінде дәні бар нәрсені жей алмайды. Бағана M&M'с'да солай болған, естеріңізде болса. Ал достар, біздің Исмаил баламыздың жаңағы ұнамайтын шоколады бар. Ол ішінде дәні бар шоколадтардың ешқайсысы ұнамайды. Мына пингвинімізде дән бар. Сол себепті біз мүлдем ұмытып кетіппіз оны. Біз қазір бұл шоколадты басқа шоколадқа алмастырдық. Қазір көзімізді жабамыз. Шапка. Басқа тәттіге ауыстырдық, сол тәттіні беретін боламыз. Қазір көреміз. Еще алдыңа қойдым. Неден алдыңа қойдым. Достар, мынау шоколад болмаса. Вкусный. Вкусный ма, не вкусный ма? Вкусный ма? Вкусный. Қазір көреміз. Көзді ашпаймыз. Еще міне, алдыңа тағы бір қойдым. Еще алдыңа қойдым. Мені алдыңа қойдым. Так, дәмін жақсылап алып алыңдар. Шатаспаймыз. Қазір қай шоколад жегенімізді айтамыз. Жегіңді что ли? Все? Жоқ, екі түрлі. Жаңа бірінші берген түрді біз алып тастадық мүлдем. Ал көзімізді ашамыз. Татыр, Исмаилдан сұрайын. Исмаил, қайсын жедің бірінші? Бірінші соны жедің ба? Екінші қайсын жедің? Екінші. Бірінші қайсын жедің? Бірінші жегенің қайсы? Сосын, екінші жегенің? Жоқ, сен немен шатастырып тұрсың ғой. Жоқ, сен жаңа бағана бірінші мынаны жедің, білем оны. Одан кейін сен қайсын жедің? Мынаны жедің, одан кейін? Негізі достар біліп тұр, барлығын біліп тұр, қайсын жегенін. Вот это и вот это. Вот это и вот это. Бұл тәттілерді почтан анықтады, достар. Так, келесі тәттімізге көшейік.
келесі тәттілерге көшейік. Ал көзімізді жабамыз. Көзімізді жабамыз. Орызимпа. Көзімізді жабамыз. Давай. Ой, сломай. Дұрыстап жап. Жаттың ба? Исмаил, алдыңа қойдым тәттіні. Алдыңа қойып қой. Көрмейміз. Машан алдыңа қойып қойдым. Онда жемеймін ғой. Неге жейсің? Же, көзің жап. Исмаил, көзің жап. Это твик, что ли? Исмаил, көзің жап, же. Достар, енді әрбір челленджде арамыздағы ең кішкентай мен Исмаил ұлым болғандықтан бұған әрдайым біз кешіріммен қарайық. Өзінің бір жейтін, жемейтін тәттілері бар, сол себепті кішкене сескеніп тұрған жайы бар. Так, енді екінші шоколадты беремін. Исмаил, дәмін көрдің ба? Көрдің ба? Қойып қой онда, қойып қой. Жоқ, сол жерге қойып қой, көзімізді ашпаймыз. Көзімізді ашпаймыз. Исмаил, тағы бір шоколад қойдым алдыңа. Жаймендеп жеп көр. Это твикс. Это сникерс. Жеп көр, жаймендеп жеп көр. Еще айтпа. Жоқ, жеп көр. Это сникерс. Мен сникерс болса саған бермеймін, Исмаил. Сникерс болса бермеймін. Сен жей бер оны. Жемейсің ба? Мақұл. Жемей ақ қой. Ал көзімізді ашамыз. Папа. Это было вот это? Я вот это не заметила вообще. Давай. Исмаилдан сұрамаймыз енді. Айшамен Мединаға сұрамаймыз. Қайсы бірінші, қайсы екінші? Бірінші мынау. Бұл тәттілер бойынша жеңімпаз бізде Медина болды. Бірінші Альбени жедік, одан кейін бар Твикс жедік. Бірінші Альбени жедік, екінші Твикс жедік. Менің ұлым енді кішкене неғып қалды. Дәмін онша көрген жоқ, сол себепті бұл турдан былайша өтіп кетті. Ну как это не заметила? Так, ал көзімізді жабамыз. Орызимпа. Көзім жабамыз. Ал, Исмаил ұлының айтысы бойынша давай печеньеден көрейік. Давай, көзімді жап. Еще көзімді жап. Ал, достар, біз осы енді печеньеға келдік. Папа, если там белье, если белье это с начинкой, то подели мне. Это научить. Хорошо. Да блин. Жауып ал, еще жауып ал көзіңді. Ана басыңның арт жағын көтеріп жүрсейші. Әкел, мен мына жерін көтерейін. Сосын енді жап көзіңді. Енді жап қайта. Жауып ал көзіңді. Болды ма? Болды, иә? Болды. Аны қойдым. Еще? Мен алдыңа қойдым, печенье қойдым. Онша жақсы көрмеймін. Бір тістеп көрсең болады. Менде. Қатты жегің келмесе, қой. Ашпа, көзіңді ашпа, еще. Көзіңді ашпа. Исмаил, көзіңді ашпа. Жемейсің ба? Мақұл, тұра тұр. Ашпа, көзімізді ашпаймыз. Анам айтты. Көзімізді ашпаймыз. Енді печеньемді былайша айтқанда көп бала специя ғой енді. Міндетті түрде алатын тәттілер. Достар. Папа, сен де жуатсың ба? Жоқ. Так, достар. Бұл қоя тұрайық енді. Қоя тұрайық. Ал, кім не жеді? Бірінші не жеді, екінші не жеді? Бірінші, екінші.
Достар, көздері жабық кезде ақ мынау печеньені точно анықтады ғой енді былайша айтқанда. Екі тәттіні тура тапты. Еще бірінші қайсысын жедің сен? Орео. Жоқ, бірінші жегені. Бірінші қайсысын жедің? Да? Мынаны жедің. Бірінші сен жемеймін дедің ғой оны, иә? Қайсы болды? Қайсы печенье болды? Орео. Жоқ, сен жемеймін деген печенье қай печенье болды? Сен жемеймін, дәмі жаман деп айттың ғой жаңа, ондай жемеймін деп. Қайсыны? Қайсы? Мынау ма, мынау ма? Сен қайсыны жемейсің? Нанды жемейсің ба, нанды жемейсің ба? Назимин. Достар түсіндіңіздер ғой, иә? Жалпы мынау бірінші печеньені Он же дам был хороший. иә. Мындай дәні бар екен, достар, сол дәнге бола жемеймін дейді. Сол достар, жалпы көздері жабық кезде ақ бірден тауып алды бұл тәттіні. Так что бұл турдан 3 баламда өтті. Так, келесі тәттіге кезек берейік. Көзімізді жабамыз. Я пить хочу. Көзімізді жабамыз. Көзімізді жабамыз. Нет. О, самое сложное. Енді біз мынау кукуруздарға жол берейік, достар. Самый сложный раунд. Кукурузки. Так, Hard level. міне, қойып қойдым. Қарт левел болса болады, иә. Міне, қойып қойдым, еще. Біреуін дәмін көрсем болады. Көзін ашпаймыз, көзін ашпаймыз. Енді қойып қойдым алдыңа. Назимин. Иә, жоқ, просто дәмін көр сен, жеме-ақ қой, просто дәмін көр, болды, қалған жеме, жарай ма? Оны көр, сосын тағы екіншісін көресің қазір. Міне, еще мен екіншісін қойдым. Міне. Міне. Просто дәмін көр. Істеп көр, ма. Мына қойдым, мен шөйін алдыңа. Вот пока нет вкуса. Başını sen aldığına koydun. Burası dəmin kör işe, yemek koy, dəmin kör. Kızın dəmin aytasın, burası bizim. Давай, көзін ашамыз. Көздерімізді ашамыз. Так, қайсыны жедік бірінші? Бірінші қайсы болды? Бірінші қайсыны жедің? Сосын? Сосын жедің ба бірінші? Сосын? Сен? Айша, бірінші қайсы, екінші қайсы? Вообще именно просто так будет. Первый, да, второй. Начинал, не кончил. Достар, біліп отқан шығарсыздар кім осы турда жеңімпаз болғанын. Әрине, бірінші фрутканы жеді. Одан кейін барып мынау екіншіні старт деген кукурузды аштым. Я вообще не. Мынау негізі екеуінде кішкене айырмашылық бар, достар. Фрутка кішкене жұқа болып жүреді, мысалы, тонкилоу кукуруздары. Ал мынау стартта кішкене болып жуан болып жүреді. Айырмашылығы сол. Былайша сүтке салсаң екеуіне бәрін бірдей болып кетеді. Так, келесі. Мынау? Последний раунд, да? Иә, Чокопай мен Мама, Халейге. последний раунд. Это перед последний раунд. Бәрі, последний. Мынау, одан кейін мынау екі тәттіміз бар достар. Нет, Ал перед көзімізді жабамыз. последний. Көзімізді Да, жабамыз. көзімізді жабамыз. Көзімізді жабамыз. Көзімізді жабамыз. Ол көзімізді жабдық. Чеш, көзімізді жабамыз. Пап, мне половину дай чупапая. И этого, и хлеб. Көзіңді жап. Көзін дамытсашы, көзін жабылатын толық. Ешкімге көрініп тұрған жоқ па? Иә. Көрініп тұрған жоқ па? Иә. Еще мен сен алдыңа қойдым. Айша сен алдыңа қойдым. Мен сен алдыңа қойдым. Бірінші мынаны аштым достар. Ой, нет. Осыны бердім. Верватыр. Ай достар. Екіншісін де қойып қойдым алдарыңа.
Еще қойып қойдым сенің де алдыңа. Медина, мына қойып қойдым алдыңа. Сүртпей ақ қой, кейін сүртесің. Қазір же. Тұрмай ақ қой, көзіңді алып, құлап қалып жүрерсің. Жоқ, жеп ал, тұрмаймыз, жей бер, ешнәрсе қылмайды. Хорошо. Қазір. Болды. Жалпы достар, бұл да біздің үйдің кішкентайларына ұнайды. Ол екеуі де, ол екі тәтті де. Осында үнемі аламыз. Үйге келетін қонақтарда үнемі біздің балалардың осындай тәттілерді жақсы көретінін біледі, үнемі әкеліп жүреді. Сіздерге де осындай тәттілер ұнаса, бізге комментарийге міндетті түрде астынан сызып жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта да осындай тәттілермен челленджер көптеп түсіретін боламыз достар. Ал көзімізді ашамыз барлығымыз. Мен Аштың ба? Ал, Исмаилдан бірінші болса. Исмаил, сен бірінші қайсыны жедің? Ал достар, шешуші сәт. Мына жедің. Сосын екінші қайсыны жедің? Сен? Я подумала, что это лучше купай, но оказывается вот так. Вот так. Сначала вот это, потом вот это. Сүріп жедің ба? Сен? Достар, өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Үшеуі де тура тапты. Яғни бірінші мынаны жеді. Теперь Мынаны сок. чокопай жеді. Бұдан қателесу мүмкін емес болу керек достар. Ал достар, біз одан ары қарай жалғастырайық. Енді бізде бағана біз ойлағанбыз, соңында тағы бір тәтті қалған шығар деп. Одан бөлек бізде тағы екі сусынымыз бар екен достар. Ары қарай жалғастырайық. Мынау тәттілерді мен екі қызыма жасыратын боламын, Айша мен Мединаға. Өйткені мынау сникерс деген шоколад бар, мына жерде зебра деген шоколад бар. Екеуінің де ішінде дәмі бар достар. Сол себептен Исмаилға бұл тәттілерді ұнайды. Исмаил, сен бұл турда көзіңді ашып отыра бер. Көзіңді аша бер. Сен бұны жемейсің. Папа, мен мынандай жемеймін. Мұны жемейсің. Сен бұған қатыспай ақ қойшы, иә? Сосын бар. Давай, бұған енді Айша мен Медина қатыссын. Ал достар, бастаймыз. Көзім жауамыз, Медина, Айша. Жаптыңдар ма? Жаптым. Кuzum ne yapalım? Жоқ, сен жаппай ақ қойың. Исмаил, сен жаппай ақ қой. Görebilirim ben. Көре бер, сен көре бер. Abo, sen Kaçış. görebilirim. Тише. Қазір мен бірінші Айшаға, екінші Мединаға. Дәмін жақсылап алып алыңдар. Исмаил ұлынан басқа өзге де басқа кішкентайлардың барлығы машқа өте қатты жақсы көреді. Достар, мен де өзімді қатты жақсы көремін. Үнемі аптасына кемінде бір үлкенін алып жеп тұрамын. Так. Сен дәмін көрдің ба? Сен көрдің ба бұның дәмін? Ашып қойдың ба көзіңді? Жап көзіңді. Жабамыз. Жейміз. Онша ойнамай. Сен бір тістеп қой, дәмін көрсеңдер. Сендер жеп тауысып қою міндет емес. Тек қана дәмін көру керек, дәмін көріп, сен қандай тәттінің түрін жедің, соны айтуың керек. Ал көзімізді ашамыз ал. Так, Айшадан сұрайық. Бірінші? Зебра. Сосын сникерс. Бірінші қаншысын жедің? Сенде де зебра, екінші сникерс бар. Достар, бірінші зебра, екінші сникерс деді. Екеуі де бұл жолы жауабын тура тапты. Бірінші зебраны аштым, одан кейін сникерсті аштым. Енді сникерстің достар ойлаймын, тоже қателесу мүмкін емес. Сникерс ол бұрыннан осы бір рецептпен жайналып келатқан шоколадтың түрі. Оған үлкен респект, былайша айтқанда. Өте жақсы шоколад. Ал достар, біз одан ары жалғастырайық. Бізде соңғы бір тәттіміз қалды. Ол екі сусын. Бұны да енді нақты анықтау керек деп мен өзім есептеймін, құдай қаласа. Өйткені бұл сусындарды біз
енді үнемі ішеміз ғой. Қазір бұрын тек жазда ішілетін еді, судың көбісі қазір қыста да ішіледі. Сол сияқты Көзімді бұны міндетті түрде Папа көзімді жабады ба? иә, көзін жап. Үшеуміз де көзімді жабамыз, жақсы. Дәм бердің бе? Исмаил, бер жаймен жақында. Жаймен іш. Болды. Көзін ашпа. Айша. Болды. Дәмін көрдік. Медина. Опа. Так, көзімізді ашпаймыз. Екіншіні? Ашпаймыз. Екіншіні көреміз енді. Еще? Міне, дәмін көреміз. Оп. Машина кім? Айша? Вкусный. Ага. Это вкусный. Көреміз, Медина. Папа, это Так, вообще көзімізді ашпаймыз вкусный. көзімізді әлі. Это вообще так вкусный. Так, енді ашамыз көзімізді. Біз қайсыны бірінші ішсіңдер? Қайсыны Мынау? бірінші? Ал. Сен қайсыны қалай дейсің? Бірінші Макси чай, екінші Липтон. Липтон. Ага. Бірінші Макси чай, екінші Липтон. Достар, барлығының таңдауы бірінші Макси чай, екінші Липтон Мне болды. больше Макси чай нравится. Но там Өте- мама өте- говорит, что больше сахара. Больше сахара. Өте дұрыс тапты, достар. Соңғы Вот турды. это слаще, чем этот. Да. Енді расында достар, Макси чайда қант өте көп болады. Фьюз чай, Липтонға қарағанда Макси чайдың дәмі өте тәтті болады. Біздің Айша қызымыз былайша любой тәттілер, любой тәтті ғана өзіне ұнайтын тәттілер ешқайсысын атқа жоқ. Қойғанын білмей жей береді, достар. Сол себепті Макси чайдың қашына тұрған содан осыған. Так, достар, осымен біздің бүгінгі челленджіміз өз мәресіне жетті. Міндетті түрде лайк басып, комменттар жазып, каналымызға подписаться етіп қойыңыздар. Бізбен болғандарыңыз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Еще? Қоштаспайсың ба не? Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.